Ассаламу алейкум, құрметті жақсылар. Бүгінгі уағыз насихат оба кеселі турасында, оба ауруы турасында. Бұл бір естігенде өте қорқынышты. Тарихымызда көптеген адам қырылып қалған оба ауруынан. Сондықтан жақсылар, оба ауруын Құдай келтірмесін. Бірақ сол қайдан шығады, қандай себептермен болып қалады? Егерде оба ауруы пайда болса, не болады, соны да ойлап жүруіміз керек. Жақсылар, қазір көңіл бөлмейтін жағдайға жетіппіз. Үйдің жағалауында, көпшіліктің ортасында ит өліп жатса, ол сасып, шыбындар үймелеп, құрттап жатса да қасынан өтіп кете беретін халге жетіппіз. Бұл деген жақсы емес. Жақсылар, бұл адамдарға зияны тиетін нәрсенің бірі. Оба ауруы осындай заттардан да пайда болады екен. Кеміргіш дейміз, егеу құйрық дейміз, солар келіп содан жейтін болса, ол егерде сол бір жаман аурудан егерде сөйтіп өлген болса ит, соны кеміргіш жеген болса, болмаса бірге соны кеміргішті шағып, ол адамды келіп шағып жатса, содан үлкен ауру тарап жатады екен. Жақсылар, осы нәрседен біз сақтанайық, қауіптенейік. Бұл нәрсе болып жатса, барынша үйдің жағалауы бар ма, көпшіліктің өтетін жері бар, көпшіліктің жүретін жері бар, сол жерлерде мышық өліп жатса да, ит өліп жатса да, болмаса сондай нәрсенің өлексенін көрсек, өзімізді ғана ойламай, маған түк қатысы жоқ, оны істейтін адамдар бар, біздің жұмысымыз жоқ деп жүре беруге болмайды екен, жақсылар. Өзін ғана ойлаған жамандықтың белгісі, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі деп айтқан екен. Өзге көпшілікті де ойлап жүрейік. Егер көпшіліктің арасында оба ауруы пайда болса, сіз қайқа қашып құтыласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтты: бірер жерде оба ауруы шығып жатқан естісеңіз дейді, бір қалада оба ауруын шыққан естісеңіз, ол жерге бармаңыз деді, кірмеңіз деді ол қалаға. Ал өзіңіз тұрып жатқан жерде оба ауруы шығып, сол жерге тарайтын болса дейді, сіз ол жерден шығып кетпеңіз деп отыр. Басқа жаққа барып таратпаңыз дейді. Құдай бетін аулақ қылсын. Адам естісе қорқатын қаншама халқымыз қырылып қалған кезінде тарихымызда сондай оба ауруынан Құдай сақтасын. Соның шығу салдарының бәрімен күресіп жүрейік, өлекседен сақтанайық.